Достар, бүгін біз кәдіден манты пісірейін деп жатырмыз. Соған кішкентай етімізді осылай турап аламыз. Қабағымыз осыны 4 қылып турап аламыз. И осындай пиязымызды 4 турап аламыз. Достар, осы үстіне мынандай майымыз бар, құйрық май. Соны турап салып жібереміз. Пиязымызды орташа қылып саламыз. Жетерлікше дүз саламыз. Сосын менде піле-пірабалардың ешқайсысы жоқ. Осында универсалмен саламыз. Сосын қара бұрыш саламыз. Сосын араластырып шығамыз. Азғынтай су құямыз. Мына су құйсаң жақсы берейді, жақсы болады да. Достар, қамырымызды илеп жайып, осындай бәрін салып алып, осындай қылып бүгіп, манты қазанға теріп шығамыз. Достар, осындай манты қазанның астын майлап қоямыз. Май жағып шығамыз. Өйткені жабысып қалуы мүмкін. Достар, осы мантыға майымызды астын майлап болғасын, үстіне осындай май жағып шығамыз. Әйтпесе беті күйіп қалуы мүмкін. Үстіне осылай майлап, мантыға пісуге сала саламыз. Достар, бүгін мен кішкене сәл дұрыс сөйлей алмай жатырмын, ренжімеңдер. Достар, мантымыз дайын болды. Ас болсын, астары жыртылмаған осындай. Үй жағдайда да өздеріңіз пісіп көріңдер. Өте полезны және тойымды, өте дәмді жеп көріңіздер.